Баршаңызға сәлем. Бүгін біз өте маңызды тақырып қант диабеті туралы талқылаймыз. Бұл ауру бойынша бүкіл әлемде миллиондаған адамдар зардап шегеді. Қант диабеті дегеніміз не? Қант диабеті ағзада инсулиннің дұрыс өндірілмеуінен немесе инсулин дұрыс өндірілсе де оның тиімді пайдаланылмауының салдарынан қандағы қант деңгейінің жоғарылап кетуі. Инсулин ұйқы безі өндіретін гормон. Ол қантты энергияға айналдыруға көмектеседі. Егер бұл процесс бұзылса, қан құрамындағы қант деңгейі тым жоғары болады. Қант диабетінің негізгі 3 түрі бар. Бірінші типті диабет – бұл аутоиммунды ауру. Ұйқы безі инсулинді мүлдем өндірмейді, әдетте бала кезден немесе жасөспірім шақта басталады. Екінші типті қант диабеті – бұл ең жиі кездесетін түрі. Ағза инсулинді өндіре алады, бірақ оны дұрыс пайдалана алмайды. Көбінесе ересектерде дамиды, бірақ семіздікке байланысты жастарда да кездеседі. Үшінші түрі бұл гестациялық диабет, яғни жүкті әйелдерде кездесетін уақытша диабеттің түрі. Бірақ ол кейіннен екінші типті диабетке әкелуі, яғни ұласып кетуі мүмкін. Бұл диабеттің түрлерінің барлығында қандағы қант деңгейін бақылау өте маңызды. Қант диабетінің негізгі белгілері: жиі шөлдеу, яғни адам қанша су ішсе де шөлі қанбайды. Сол жиі шөлдеп су ішкеннің әсерінен кіші дәретке де жиі шыға береді. Одан кейін жиі қарны аша беруі. Шаршау, әлсіздік, көрудің бұзылысы, жаралардың баяу жазылуы, салмақ жоғалту, әсіресе бірінші типті қант диабетінде салмақ жоғалту болады. Бұл белгілерді байқасаңыз, міндетті түрде дәрігерге қаралыңыз. Қант диабетінің дамуына әкелетін факторларға келетін болсақ, оған әртүрлі факторлар әсер етеді. Бірінші – генетикалық бейімділік. Егер сіздің жақын туысқандарыңызда, ата-анаңызда қант диабеті болса, сізде де диабет болу қаупі жоғары. Екінші – ол семіздік. Артық салмақ инсулинге төзімділікті күшейтеді. Үшінші – дұрыс емес тамақтану. Қантқа бай және майлы тағамдар диабет қаупін арттырады. Төртінші – физикалық белсенділіктің төмендігі. Жаттығудың болмауы қантты энергияға айналдыруды қиындатады. Осы факторлардың әсерін азайту арқылы диабеттің алдын алуға болады. Енді кең таралған екінші типті қант диабетіне тоқтала кететін болсақ, бұл кезде ағзамыз инсулинді өндіреді, бірақ оны дұрыс пайдалана алмайтын созылмалы ауру. Бұл жағдайды инсулинге төзімділік деп атайды. Нәтижесінде қан құрамындағы қант деңгейі жоғарылайды. Әдетте бұл диабет түрі баяу дамиды, көбінесе ересектерде кездеседі. Бірақ соңғы жылдары семіздік пен дұрыс емес өмір салтына байланысты жастар мен балаларда да анықталып жатыр. Қант диабеті негізінен әдетте жасы 45 жастан асқан адамдарда қауіп факторларының бірі болып саналады. Егер де жаңағыда айтып кеткендей, жиі шөлдеу, жиі зәр шығару, қарны аша беру, шаршау, әлсіздік, көрудің нашарлауы, жаралардың баяу жазылуы, аяқ-қолдардың ұйып қалуы немесе қышуы осы белгілер болса, онда сіз міндетті түрде келесі анализдерді тапсыруыңыз керек. Бірінші – қандағы глюкоза деңгейін аш қарында анықтау. Екіншісі – ол гликозиленген гемоглобин мөлшерін анықтау. Бұл гемоглобин мөлшері соңғы 2-3 айдағы қандағы орташа қант деңгейін көрсетеді. Үшінші – глюкозаға толеранттылық сынағы. Бұл кезде қант ерітіндісін ішіп, қандағы қанттың қалай өзгеретінін бақылау қажет. Қант диабеті дұрыс бақылаусыз қалса, ағзаға түрлі жолдармен зиян тигізеді. Бұл әсіресе екінші тип диабетінде жиі кездеседі. Қандағы қанттың ұзақ уақыт бойы жоғары деңгейде болуы қан тамырлары мен жүйке жүйесін зақымдайды. Енді әр салдарын жеке қарастырайық. Бірінші – жүрек пен қан тамырларының зақымдануы. Диабет жүрек аурулары мен инсульт қаупін арттырады. Негізгі салдары жоғарғы қан қысымы, атеросклероз, яғни қан тамырларының тарылып қалуы, жүрек талмасы мен
инсульттің қаупінің артуы. Бұл жағдайларды болдырмау үшін қандағы қант деңгейін үнемі бақылап, дұрыс тамақтану керек. Екінші, нефропатия, яғни бүйректің зақымдануы. Қант диабеті бүйректерге ауыр әсер етеді. Бұл жағдайды нефропатия деп атайды. Қандағы қант деңгейінің жоғары болуы бүйрек қан тамырларын зақымдайды. Нәтижесінде бүйректер дұрыс жұмыс істемей, ағзадан қалдықтарды шығару қабілеті нашарлайды. Емделмеген жағдайда бүйрек жетіспеушілігіне әкелуі мүмкін. Дұрыс тамақтану, су ішу және дәрігердің ұсыныстарын орындау ең жақсы алдын алу шаралары. Үшінші, нейропатия, яғни жүйке жүйесінің зақымдануы. Қандағы қант деңгейінің жоғары болуы жүйке талшықтарын зақымдайды. Бұл жағдайды нейропатия деп атайды. Ең жиі кездесетін түрі перифериялық нейропатия. Перифериялық дегеніміз бізде шеткі қан тамырлар, яғни аяқтар мен қолдарда байқалады. Белгілері аяқ-қолдардың ұйып қалуы, қышу, немесе аяқ-қолдарыңызда бір ауырсыну болып тұрса, ауырсынудың сезілмеуі адамға, немесе сезімталдықтың жоғалуы, яғни аяқ-қолдарыңыз еш нәрсені сезбеуі мүмкін, немесе сезсе де әлсіз сезуі мүмкін. Және аяқтағы жаралар мен инфекциялар тез жазылып болмайды, ұзақ уақыт жүреді жазылып болмай. Бұл әрі қарай одан самайын инфекцияның өршіп-өрбуіне, тіпті ауыр жағдайларға дейін әкелуі мүмкін. Дәрігердің бақылауында болу және аяқтарды күнделікті тексеріп отыру маңызды. Келесі зияны зардабы ол көру қабілетінің бұзылуы. Диабет көздің қан тамырларын зақымдап, көру қабілетін нашарлатады. Бұны диабеттік ретинопатия деп атаймыз. Бұл кезде көздің тор қабығының зақымдануы болады. Одан кейін катаракта, көз бұршағының бұлдырлауы, глаукома, көз ішіндегі қысымның жоғарылауы. Яғни осы аурулардың барлығы кездеседі. Бұларды ерте анықтау үшін көз дәрігеріне де үнемі қаралып тұру керек. Келесі қант диабетінің тигізетін зияны ол тері проблемалары. Яғни қант диабеті бар адамдарда тері инфекциялары жиі кездеседі. Мысалы, бактериялық инфекциялар, саңырауқұлақтық инфекциялар, құрғақ тері және терінің қышуы. Сол үшін теріні таза және ылғалданған күйде ұстау маңызды. Және тағы бір кездесетін қант диабетінің салдары, ауыр салдарларының бірі ол диабеттік аяқ, немесе диабеттік табан синдромы. Бұл кезде жүйке жүйесінің зақымдануы мен қан айналымының бұзылуы салдарынан жаралардың жазылуы баяулайды. Және ол жаралардың бетіне инфекциялар түсіп, теріде, аяқта әртүрлі ауыр жағдайлар, ауыр жаралар болып, ол ұзақ уақыт жазылып болмайды. Сол үшін аяқтарды күнделікті тексеріп, ыңғайлы аяқ киім кию керек. Қант диабеті ауыр салдарларға әкелуі мүмкін, бірақ дұрыс емделсе және бақылауда болса, оларды болдырмауға болады. Қандағы қант деңгейін үнемі бақылап, дәрігердің ұсыныстарын орындап жүріңіз. Қант диабетінің алдын алуына көмектеседі. Ол дұрыс тамақтану, жемістер, көкөністер, ақуызға бай тағамдарды көп тұтыну, артық салмақтан құтылу, күніне кемінде 30 минут физикалық жаттығулар жасау, темекіден, алкогольден бас тарту. Ал емдеу жолына келетін болсақ, ол дұрыс тамақтану, қантты азайтып, талшыққа бай тағамдарды көбейту. Әрине, одан кейін физикалық белсенділік, жаттығулар инсулинге төзімділікті азайтады. Және дәрі-дәрмектер. Сонымен қатар инсулин терапиясы кей жағдайда қажет болуы мүмкін. Ең бастысы дәрігердің бақылауында болу және ұсыныстарды орындау. Және диета сақтау.